Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен кез келген булочки жасауға болатын универсальный тесто дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: сүт, ерітілген сары май, тұз, ашытқы, қопсытқы және електен өткізілген ұн. Ең алғаш жылы сүтімізді құямыз. Айтпақшы достар, мен рецептерім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. 2-3 қасық қант қосамыз. Ерітілген міндетті түрде 60%-дан жоғары болатын сары майды қосамыз. Және де ашытқы жақсылап араластырып алып, ұнымызға қопсытқыш саламыз. Жаймен деп орташа деңгейлі қамырымызды илеп алатын боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салуға болмайды, әйтпесе қатты болып қалуы мүмкін. Осылай басында венчикпен араластырасыздар, кейін қолымызбен илеп, жұмсақ болатын қамырымызды илеп шығамыз. Қамырымыз мүлдем қолға жабыспайтын болады достар. Сыртына осылай май жақсаңыздар болады, кейін көтерілге қойып кез келген булочкидің түрін жасай берсеңіздер болады. 2 түрлі салмамен жасап жатырмын. Творог қосылған, екіншісі вареный сгущенка қосылған ас болсын.